Сәлеметсіздер ме? Эфирде неге қоғамдық саяси ток-шоуы болашақ біз күткеннен де тез келді. Ғалымдардың айтуынша 2030 жылға қарай 2 миллиард жұмыс орны қажетсіз болып қалуы мүмкін. Ал дәл қазір мектеп түлектері мамандық таңдап жатыр. Біз оқытып жүрген мамандықтар алдағы уақытта мүлдем керексіз болып қалуы мүмкін бе? Білім және ғылым министрлігі жаңа білім моделіне тез арада ауыса ала ма? Мамандық таңдауда нені ескеру керек? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жас түлек мамандығын қалай таңдаған дұрыс. Осы мәселенің бүге шүгесін белгілі осы саланың мамандарымен талқыламақшымыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Физика, математика ғылымдарының докторы, академик Асқар Жұмаділдаев. Асқар ағаны табу мамандық таңдаудан да қиын деп бағана әзілдеп жатырмыз. Рахмет келгеніңізге. Және жаңа мамандықтар атласы жобасының жетекшісі Саясат Нұрбек. Дарын онлайн платформасының негізін қалаушы Айбек Қуатбай мырза, ЖОО KZ білім орталығы директоры Қанат Өксікбаев. Білім және ғылым министрлігі қазір мемлекеттік гранттарды мамандықтарға емес, білім беру бағдарламалар тобына бөледі. Неге балалар, оқушылар бұрынғыдай мамандықты ғана таңдай алмайды? 120 бала бірнеше мамандық біріккен топқа түссе, бәрі бір ғана мамандық таңдап кетуі мүмкін емес пе? Бұрын тек мамандыққа бөлінетін еді гранттар. Қазір оны білім беру бағдарламалар тобы деп бөлді, себебі ұқсас мамандықтарды бір топтың астына жинастырды. То есть барлығы бір топ бола алмайды да олардың. Ұқсас мамандықтарды, мысалы ақпараттық технологияға байланысты мамандықтарды 4-5 мамандық бар болса, соларды ақпараттық технология деген білім беру бағдарлама тобын жасады да, соның астына қосып жіберді. Не үшін? Өйткені әр университет өзінің бағдарламасын жасауы мүмкін да. Мысалы айтады, жаңа шығып жатқан мамандықтар бар, data science дейді, тағы басқа дейді. Олардың бәрі аттары көп, балалар шатасып қалады. А егер оның барлығын бір білім беру бағдарлама тобының астына жинайтын болса, балаларға да оңайырақ болады да бұл. Бұл керісінше көмектесу ғой балаларға. Иә, балаларға көмектесу деп ойлаймын. Бірақ әр университеттің ішіндегі таңдайтын мамандығы әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін қай университетке түсетініңізді қарау керек. Мысалы, жаңа ақпарат технологияларды Сүлейман Демирел университетіне түссеңіз, басқаша оқуыңыз мүмкін. КБТУ-ға түссеңіз, басқаша оқуыңыз мүмкін. Өйткені екеуінің бағдарламасы бөлек болады да өзінің. Саясат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Иә, келісемін. Бұл яғни былай қатты уайымдамаңыздар, жүйелендіру министрлік тарапынан бір мамандықтарды жүйеге келтіру. Неге десеңіз, қазір өте маңызды процесс басталды былтырдан жоғары оқу орындарына және кәсіби техникалық колледждерге академиялық дербестік деген процесс. Яғни енді жоғары оқу орындар өздерінің бағдарламаларын шығаруға, жаңа оқу бағдарламаларын шығаруға дербестік беріледі, бостандық беріледі. Енді бұл бостандықпен күресу емес, бірақ бір жүйеге келтіру үшін былай үлкен топтарға, Қанат дұрыс айтып жатыр, топтарға бөледі. Бірақ оның ішінде бала сол топты айтады, мен мына бағытта жылжимын, бірақ осы бағыттың ішіндегі нақты мамандықта мен жоғары оқу орнының бастаған бір жаңа оқу бағдарламасына таңдауға мүмкіндігім бар. Жақсы. Сондықтан одан қатты қорқуға керек. Биыл бізде мысалға мемлекеттік гранттар қалай бөлінеді? Тек қана осынша грант бөлінді деп, елдің барлығы грант мамандық таңдап тапсырып қойғаннан кейін ғана өз белгілі болып жатады. Гранттарды, мемлекеттік гранттарды жылдың басында жариялап қойған дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Мысалға, мына мамандыққа мынанша грант бөлінеді, мына мамандыққа деген сияқты. Асқар мырза, сіз қалай ойлайсыз? Бәрі дұрыс. Алдын ала грант жариялаған дұрыс па? Жоқ, әлде осы жылдың соңында бірақ балалар ұбт тапсырып біткеннен кейін? Жоқ, онда алдын ала ойынның ережесі белгілі болған дұрыс қой негізінде. Егер сіз мысалы әлемдік үрдіс дейміз ғой, осыны қарасаңыз, мысалы шетелде жалпы мамандық дейтін тоғым жоқ. Мысалы оқуға түскен сұрттың барлығы бірдегі түседі, екінші, үшінші курсқа келгесін былай адам кішкене былай есін жинай бастаса, таңдай бастайды. Негізінде бізде мындай жалған ұғым бар да, студент өзі біледі, өзі таңдау болу керек деген. Бұл негізі жалған ұғым. Жалған бала студент білмейді нені таңдау керегін. Егер өзіне берсеңіз баланың, оның жұрттың бәрі тамада болғысы келеді мысалы. Өйткені нан табу оңай. Ешкім биолог болғысы келмейді мысалы. Ешкім мысалы мысалы биологияның, мысалы математика 100-ге бөлсең, неше түрлісі бар. Биология ол 1000-ға бөлінеді, кете береді. Оның ішінде ең керектілерін алып қарасаңыз, қазіргі мысалы ең осы халыққа, бізге керек мамандық алсаңыз, оны балдар таңдай алмайды, білмейді оны. Сондықтан бір 2 жыл кішкене оқып, былай қарап жан-жағына, анау қалай екен, мынау қалай екен біліп, содан кейін барып таңдаса сол дұрысырақ болады. Сондықтан мынау жалпы бағдарламаға бөлген ол дұрыс негізінде. Оны жеке-жеке анаған сана жағы IT-ға дата сайенсқа кіресің, анаған кіресің дейтін ол әшейін ол гәп, бос сөз оның бәрі де. Негізінде қазір біз мындай қол қылатынбыз. Мысалы балдарды шақыру үшін мысалы математика келмейді. Ол белгілі нәрсе. Сосын біз аламыз да математика сыртына финансовый математика қойып қоямыз.
финанс деп қойып математика сөзі жалтарып тастаймыз. Математика сөзі жұрттың бәрі қорқады ғой. Сол финанс деп қоя саласың. Сол жұрттың бәрі соған барады. Құлық. А шындығында оның бәрі таза математика. Я болмаса искусственный интеллект дейді мысалы. Искусственный интеллект дейді мысалда. Ең модный сөз осы қазір. Бұны Путин да айтып жатыр, біздің басшымыз айтып жатыр, бәрі сондай. Бұл негізі керек мамандық. Бірақ сіз оған барды, бірақ шындығына келсеңіз, сол 99% математика. Білдіңіз бе? Басқа ештеңе де жоқ. Бірақ егер сіз математика айтсаңыз, ешкім бармайды оған. Бір қашып кетеді. Ертең юрист болайық, одан да әнші болайық, тамада болайық дейді. Мысалға, кеше білім және ғылым министрлігі балаларға айтып жатыр, сіздер көбінесе жаңа мұғалім мамандығын таңдаңыздар деп. Қазір бізге ең қажет қандай мамандықтар? Сіз қалай ойлайсыз өзіңіз? Енді жаңа айттық мәңгілік мамандық деп. Мен білетін екі мәңгілік мамандық бар. Біреу дәрігер, біреу мұғалім. Өйткені дәрігер адамның қан аяларын зерттесе, мұғалім адамның миын тәртіпке келтіреді. Осыдан 1000 жыл бұрын қандай болса, 1000 жыл бұрын да сондай болады. Ол өзгермейді еш уақытта. Ал өзгеретін мамандықтар бар. Мысалы, есіңізде ме, осы баяғы біздің жас кезіміз, сен білмейсіңдер, баласыңдар, профтех училище деген болатын, техникум деген болатын. Сонда машинистка дейтін мамандық болатын. Жұрттың бәрі машинистка үйрететін, секретарша машинистка. Егер қағаз жазу керек болса, жалынып жүресің, жазып бер қағазымды деп. Қазір онда мамандық жоқ қой, мысалы. Жоқ. Мына компьютер шықты, бірін жауып тастады. Я болмаса кеше таксист деген мамандық болатын. Таксист деген бару үшін ол деген король болатын. Жүргізуші таксист. Егер берсең оны 1 рубль төлейсің дейді. 1 рубль дейді үлкен ақша. Ана 50 теңге төлейтін жерге мысалы. Сол сияқты. Қазір ол да құрды. Сондай жаңағы мамандықтар өзгереді, құриды. Оны басқа бір бет әлпет алады. Сондықтан менің ойымша, ал егер мысалы сіз қазір бүгінгі мамандық осы керек. Ал ертең десеңіз, ол ертең 10 жылдан кейін не болатынын ешкім білмейді. Мысалы бүгін жұрттың бәрі компьютерге жүгіреді. Ең керемет. А бірақ 10 жылдан кейін не болады? Біз білмейміз. Ешқашан өлмейтін екі мамандық дәрігер мен мұғалім дейді. Дәрігер мен мұғалім ешқашан өлмейді. Біз енді бүгін мына пікір алуандық болсын деп аға буыннан сізді шақырып отырмыз. Орта буыннан сізді шақырып отырмыз. Жастар мінекей. Айбек мырза, сіз қалай ойлайсыз? Ешқашан мына бізде мемлекеттік грантта Қазақстанда қай салаларға басымдық берілуі керек? Сіздерде енді түрлі зерттеулер бар ғой өздеріңіз жүргізетін. Мен ойымша гранттың ол қашан шыққанынан қарағанда қалай бөлінгендігіне маңыз аудару керек. Себебі мысалы кейбір мамандықтар бар, 5-10 жылдан кейін емес, 1 жылдан кейін де керексіз болып қалуы мүмкін. Немесе сұраныс болмауы мүмкін. Және жаңағы грант тобына дегенге байланысты бұл өте дұрыс деп есептеймін, себебі конкуренция болады. Мысалы бір топта 5 мамандық бар, бірақ 5-еуінің де жаңағы түбі, сүйті бірді. Оны мысалға ең керектісі, ең пайдалысы қайсысы мүмкін сол түрі қалу керек деген сияқты. Енді қашан дегенмен де бірақ ойынды жаңағы ережесі басында болу керек дегендей, жылдың басында, оқу жылдың басында шығарып қойса, және методологиясын түсіндірсе қалай екенін. Мынанша міне грант, мынандай себебі осыншама сұраныс болып тұр кәсіпорындардан, бизнестан, жаңағы оқу орындарынан деген сияқты. Бұл жерде тағы айтатын нәрсе бар. Сосын мен маған да сөз бердіңіз, мен қозатым бар. Енді сен шақырдың, енді мен тоқтамайын. Ал айта қойыңыз. Ал бұл жерде ойын ережесі деп айттық. Жалпы ойын ережесі деген не? Соны анықтап алуымыз керек. Мысалы, футбол жақсы ма, баскетбол жақсы ма? Түптеп келгенде екеуі де бір. Бірақ футболда аяқпен ойнау керек, қолмен ойнауға болмайды. Баскетбол қолмен ойнап, аяқпен ойнауға болмайды. Сонда сіздің ереже сақтау деген сөз, футбол басадың ба, аяғына шейін футбол ойнау керек. Баскетболға ауысуға болмайды. Мінекей осының ойын ережесі анық болу керек. Білдіңіз ба? Ал егер жаңа балдарды миын аштап, ана бәлені түгенде бұл сен таңда деген ол бір бос сөз ол. Ештеңе таңдай алмайды ол, білмейді ондайды. Білдіңіз ба? Сондықтан ол шын осознанный выбор деп айтады ғой орыстар. Сол бұл үшін кішкене адам өз қолымен ұстап көру керек. Бүйтіп байқап, тістеп, жұлып, майыстырып, жұлқып, білдіңіз ба? Соны белгілі болады. Керемет. Бұл жерде маңызды мәселе осы. Керемет. Мемлекеттік гранттардың бөлінуінде осы атлас қандай қызмет атқарады? Жетпей тұр, қысқаша ғана екі жүйелі мәселені айтып кетейінші. Мына бүкіл қазіргі проблемаларымыз осы екі жүйелі проблемадан шығып отыр. Асқар ағамыз үшін ашып берді. Бірінші, білім беру жүйесі еңбек нарығымен ұштастырылмаған. Еңбек нарығында үлкен Асқар ағамыз Айбек айтып кеткендей, қанат кеткен үлкен өзгерістер басталуда. Сіздің бірінші айтқан мына 2030 жылға бұл үлкен түбегейлі зерттеу. Фрей және Осборн Оксфорд атақты зерттеу Оксфорд университеті тарапынан Британ үкіметі үшін даярланған. Сонда қараңызшы, бізде еңбек нарығында өзгерістер болып жатыр. Олар жыл сайын 1-2 жылда өзгеріп жатады, 3-5 жылда өзгеріп жатады. Бірақ білім беру жүйесі, яғни тапсырыс, мемлекеттік тапсырыс өкінішке орай толыққанды сол өзгерістерді қамти алмайды, түсінбейді ол өзгерістерді. Яғни біздің еңбек нарығының жоспарлау моделіміз
мына грант беру мемлекеттік тапсырыспен толыққанды ұштастырылмаған. Бұл бірінші мәселе. Неге де жарнама? 5 минуттан кейін жалғастырамыз. Екінші мәселе, яғни мына қазір шығып жатқан жаңа оқу бағдарламалар, олар мына жаңа шыққан мамандықтарға артта қалып жатыр да. Бірақ қана мысал келтірейін сіздерге, мына social media маркетинг деген әлеуметтік желілердегі маркетологтар осыдан 5-7 жыл қалыптасты еңбек нарығында, бірде-бір жоғары оқу орын, қазір мына былтыр басталды екі жоғары орын, 5 жылдан кейін ғана олар реакция берді. Осындай керекті мамандық екен, сұраныс бар екен, тапшылық бар екен, неге біз бастамасқа дегендей. Сонда 5-7 жылдық сондай немен артта қалып жоғары оқу білім беру жүйесі. Екінші үлкен мәселе, Асқар ағамыз айтып кеткен мәселе, ол мемлекеттік жүйеде, орта мектептерде кәсіби бағыттау жүйелі түрде жүргізілмейді, өкінішке орай. Яғни балалар, ата-аналар, жоғары сынып оқушылар, олар мамандықтың не екенін біз мысалы түбегейлі зерттелік осы мәселені. Бірақ қана мысал көп деген жоғары сынып оқушылардан сұраймыз, сіз кім болғыңыз келеді болашақта? Депутат болғым келеді дейді, немесе сіз тамада болғым келеді дейді. Ол депутат мамандық емес, яғни мамандықтың табиғатын түсінбейді, қалыптаспайды орта мектеп деңгейде. Неге десеңіз, кәсіби бағыттау, ол кәсіби бағыттау кешенді жүйелі жұмыс болуға тиіс. Оның ішінде сіз Асқар ағамыз айтып кеткендей, кәсіби практика болу керек, дуалды оқыту болу керек, неше түрлі идеологиялық керек болса, үйірмелер, арнайы әдебиеттер, журналдар, соның бәрі қалыптасу керек. Ол өкінішке орай қазіргі таңда жүйелі түрде атқарылмай тұр. Яғни бізде бірінші жағынан сіздің айтпағыңыз, білім және ғылым министрлігі бұл салада ештеңе істеп отқан жоқ. Жоқ, жұмыс атқарылып жатыр, бірақ жүйелі емес. Жүйе жоқ. Жүйе жоқ кезде жұмыс жоқ болды ғой. Болды. Оның басқаша ақтаудың қажеті жоқ шығар бұл жерде. Қоса кететін бір жағы бар тағы да. Жаңа Саясат мырза айтып отқан бір жағы ол еңбек нарығының қанша маман керек, соған қарай грант санын шығару керек деп жатыр ғой. Екінші бір жағы бар, оқушылар жаңа талапкерлер тарапынан сұраныс бар ма? Мысалға, бір мамандыққа 700 грант бөлген, 200 адам тапсырғанда, то есть халық білмейді, немесе сол балаларға түсіндіру жұмысын жүргізу керек соған қарай. Екінші жылы нақтайтыңызшы, қай грантқа 700 грант бөлген, бірақ 200 жыл. Мысалы химиялық инженерия деген 600 грантта 700 грантта бөлген, 200 адам тапсырады. Тапсырған бәрі грантқа түседі. Келесі жылы қарайсың, одан да көп грант бөледі, бірақ тапсырған адам саны тура сондай да қайттан 200 адам. Мысалға немесе балық аулау, балық шаруашылығы болуы мүмкін. Оған маркетингтік зерттеулер жүргізуге болады. Қай жақтың балаларына, мүмкін Атырау, Ақтау жақтың балдары көбірек барады шығар. Соған қарай направление жасау керек шығар. То есть мына жақтан сұранысты зерттемейді да, оқушылар жағынан кім барғысы келеді, барғысы келмейді деген сияқты. Бізде мынандай тағы бір проблема бар ғой, Саясат мырза. Кәсіби бағыттау жұмысы. Осы проблеманы қалай шешуге болады? Асқар мырза, қараңыз. Жыл сайын журналистика, біз журналист болғаннан кейін, журналист мамандығын қанша жүздеген бала бітіреді. Бұдан бөлек, мысалға, музыкалық колледждер бар, музыкалық жоғарғы оқу орындары бар. Тек қана домбыраның өзін жүздеген мыңдаған студент бітіреді. Бізде айналдырған бір 2-ақ мемлекеттік оркестр бар, Нұр-Сұлтанда 2 оркестр бар. Көбісі бітіргеннен кейін, домбыраны бітіргеннен кейін, бірақ базарда сауда сатып жүреді, ет сатып жүреді деген сияқты. Одан орман шаруашылығы, жаңа өзіңіз айттыңыз, орман шаруашылығын бітіріп алады да, күзетші болып кетеді. Ешқандай орманға жұмыс орналастырылмайды. Осы проблеманы не істесе болады енді ал? Қазақстанда парадокстық ел ғой, Қазақстан. Парадокс көп. Парадокс көп өте. Былай қарасаң, қазір не көп мұғалім көп. Былай қарасаң, не көп педагог институт көп. Грант көп. Бірақ мұғалім жоқ. Мысалы, математиканың 2 түрі бар. Біреу есеп шығара алатын, біреу есеп шығара алмайтын. Журналистің 2 түрі бар. Біреу мақала жаза алатын, мақала жаза алмайтын. Ішіне қате өріп жүреді. Басымен аяқ ұйқаспайды. Да? Ондайдан өте көп. Сондықтан бізде былай қарасаң, жаңа өкіметте не істеп жатыр дедің ғой? Өкімет істеп жатыр шамасы келгенше. Бірақ оны істеген тілегінің бәрі жұлқып. Ана жерде бір үзіп, мынадан бір үзіп жаңағы. Ойбай, бүгіннен бастап осындай жаңағы бір деген. Мысалы бізде жаңа декан өседі, я болмаса бастық өседі, өзгереді. Қазір ректор күнде өзгеріп отыр ғой. Ректор күнде өзгереді, ректор деген. Келеді жаңағы бұрынғылардың бәрі қуып шығады. Сосын қайтадан жағы бастайды. Бізде мен ең оңбаған сөз мен білетін. Силабус дейтін сөз бар. Силабус деген сөз жаңағы жоспар жазу деген сөз. Сен келесіндегі жаңағы жоспар жазасың. Мен бүйтіп оқытам. Бір бос сөз оның бәрі. Мысалы мен сабақ беретін болсам, мен білем. Ана студенттердің, мен осы көрміз ғой, студенттердің де 2 түрі болады. Біреу шын мәнінде ұмытылыс болады. 100-дің бірі 5-еу ұмытылыс қылады. Қалғанына бәрібір.
Білдіңіз бе? Кей жоқ, түскендер анау мынау. Сол кезде жаңағы аудитория қарап өзгеріп кішкене жаңағына өзгертіп тақырып басқа қылып айтасың. Ал енді оның бәрі жаңа күні бұрын жасап қағазға енгізіп мөр бастырып қойғаннан түк те шықпайды. Оның шетелде бар шығар, мен білмеймін. Бірақ онда да ондай қалтыру көп. Ал сондай өтірік қағаздар, өтірік жоспар, өтірік жаңағындай бір толып тұр ондай қағаздар. Оның бәрі істей берсең, жүре алмайсың. Біз мысалы жаңа бірден реформа қыламыз дейміз де, ақырағында осы қағаздың түбіне батып, миыңа соз қояды, құрсын деп те қалады бәрі де. Енді қазір әңгіме осында. Министр азайтты ғой қағазбастылық. Ол министр айта береді ғой. Министр не айтпайды. Ал шындығына келгенде, мен білген министрдің ол бәрі бірдеме айтады. Мен ол неге қарамаймын, мен іске қараймын. Сөз деген бәрі тамаша. Мысалы, университеттің критерийі не мен үшін мысалы? Мен бірінші қараймын. Мына осы университетте дұрыс тақта бар ма, жоқ па? Менің критериім осы. Дұрыс тақта бар ма, жоқ па? Мысалы, Казгу кіреді, 200-лік дейді, 300-лік дейді, бірдеме дейді, мысалы. Мен шынында айтсам таңғаламын оған. Ішінде бір дұрыс тақта жоқ. Дұрыс тақта деген не? Мысалы, мынауың мысалы бір тақта. Бұның да әпеу тақта. Бұған бір 5 класстың әрбін жазуға болады. Мысалы, мынаяғы бір 2 метр, мынаяғы 3 метр. Ал шетелдің дұрыс университетіне барып көрсеңіз, тақта деген ені кем дегенде 20 метр болады. Биіктігі 30 метр болады. Ол 3-ке бөлінеді. Мынаяғына формула жазасың, мынаяғына дәлелдеуін жазасың, мынаяғына мысал келтіресің. Сонда ана ауысады, сонда көрінеді. Бізде дұрыс тақта жоқ. Бізде баяғы ескі тақтада сонымен жаңа бормен итіңдеп жаза алмайсың. Ол ана жазғаннан кейін өзі бүкіл қиялың кетіп қалады да, осы құрсын тезірек бітсе екен деп ойлап отырасың. Мінекей, менің ойымша бізге не жетпей жатыр десеңіз, осыны ұсақ болуы мүмкін, бірақ осы нақты нәрселер. Сіз реформа деген көп сөзді айтып қойыңыз. Ең болмағанда университеттің ішіне бір дұрыс тақта орнатыңыз. Екінші мәселе. Біз шетелге бара қалсаңыз, әр профессордың өзінің кабинеті болады. Бізде қай университетте кабинет бар мұғалімдердің мысалы? Білдіңіз бе? Университет профессордікіне 2 аспирантқа бір кабинет береді мысалы. Қай университет аспирантқа кабинет береді? Ондай жоқ. Сондықтан біздің әңгімеміздің бәрі далаға кеткен әңгіме сен. Ойбай, шетелдікінде боламыз, Америкада боламыз дейді. Америка барғасын, неге жұрттың бар Америка барады? Өйткені жағдай жақсы. Сен ғылымын жасау үшін сабақ оқу үшін бүкіл жағдай бар. Бүкіл жағдай деген не? Кітапханасы 24 сағат жұмыс істейді. Кітапханасы ұйқың келіп кетті ме, диваны бар, ұйықтайсың. Жаңағы кабинетте отырасың, мысалы мұғалім бала түсінбей қалса, саған келіп сұрақ береді. Офис hours дейді. Бізде офис hours деген бар, ол формально. Ондай шынымен жоқ. Өйткені оны жаңағыны айтады, бәлем бір уақытта дейді, бір аудитория бөліп қойды, кім келеді оған? Білдіңіз ба? Сонда атмосфера деген оған бар. Бір университетке келсең, бірден көрініп тұрады. Мына жерде шын ғылым бар екен ғой деген сияқты. Ал бір университетке келсең, көрініп тұрады. Мына өңкей коррупционер екен ғой деген сияқты. Білдіңіз ба? Содан өз бәрі белгілі болады. Менің ойымша, осында бір нақты бірдеңелер болатын болса, қалған бәрі бірде келеді. Қазақ негізі ақымақ халық емес. Жоқ, ол түсінікті ғой. Мен бағана сұрағым кішкене басқаша болды да. Сіз жол ортада өзіңіз жоғары оқу орнының проблемасына кетіп қалдыңыз. Мен айтайын дегенім мынау. Бала оқу таңдайды, бірақ ертең жұмыссыз қалады. Мүлдем басқа өзі оқыған мамандығы айдалада, өзі басқа жақта жүреді. Осыны не істеу керек? Бірінші мәселе. Оны былай деді, мен тағы да мысал келтірейін. Мысалы Англияға баратын болсаңыз, Англияда әрбір деревняда бір университет бар. Неге бар деңіз? Өйткені жұрттың барлығы жаңағы келіп сонда оқиды. Англияның бір ерекшелігі, ол мына ауадан ақша жасайды. Өзінің тілінен ақша жасайды. Бір тілдің өзі Англияның бюджеті 10% құяды. Тіл ағылшын үйреніп жұрттың бәрі соған барады. Ол университеттің бар шетелдіктерге арналған университеттер. Ал негізгі халқы университетке бармайды. Кім айтты сізге жұрттың бәрі университет бітіру керек деген? Ол стереотип. Билл Гейтс университет бітірмеген. Стив Джобс ол да оқымаған университетте. Білдіңіз ба? Ол үшін не істеу керек? Адам бас істейтін адам болатын болса, мысалы жаңағы сіз Англияда жұмыс істесеңіз, сіз керемет мебель жинайтын болсаңыз, сіз сонымен-ақ баюыңызға болады. Егер сіз мысалы жаңағы мықты құрылысшы дейтін болса, сонымен-ақ баюыңыз болады. Соны жұрттың бәрі жаңағы университет бітірсін диплом алсын дейтін ол дұрыс емес негізінде. Білдіңіз ба? Сондықтан сіз дипломды алып алдыңыз. Біреудің сізде мысалы 3 диплом болуы мүмкін. Біреуде 5 диплом бар. Керек емес дипломдар немене керегі бар оның? Керек емес мантық үйренсек не керегі бар оның мысалы? Қарасаңыз, біздің қазір әрбір өкімет басында отырғанның бәрі кандидат наук, не доктор наук. Бәрі юриспен, бәрі жаңағы экономист. Білдіңіз ба? Түрлі мақалалар жазған. Иә, оның не керегі бар оның? Мысалы біздің ректорларды қарасаңыз, мысалы, сондай бір жаңадан заң шығарған, қарасаңыз, не бітірді десеңіз, бәрі жаңағы мысалы біреу физмат бітіреді, содан кейін барады да тарихты бітіреді. Одан кейін барады биология оқысады, одан кейін феминизмге оқысады. Қараңыз ба? Бет-әлпеті қандай оның? Кім ол мысалы? Мысалы баяғы ректор десеңіз, мысалы айтасыз. Мысалы баяғы Казгу десеңіз, Жолдасбеков дейтін, жұрттың барлығы біледі. МГУ десең, Петровский, жұрттың барлығы біледі. Ол мықты математик, мықты механик. Соны ректор деген басшылардың өзінде бет-әлпет болу керек. Почерк болу керек қой бірдеменің. Білдіңіз ба? Мысалы Карден десеңіз, біледі ғой, мына Карденнің костюмі екен деп айтады. Почерк білініп тұрады.
Білдіңіз ба? Біз онда ештеме жоқ қой. Біз қазір жалдық та бір шетелдіктен осындай болсақ боламыз, шетел келдік дейміз, мына ағылшындікіне шляпа киеміз, шляпа кимесек колхозник болып кетеміз деп сонда жүгірдік бәрімізде. Енді Айбек мырза, міндетті түрде жаңағы 4 жыл оқудың қажеті жоқ деп жатыр. Міндетті түрде мамандықты таңдаудың қажеті жоқ деп жатыр Асқар мырза. Нені білесің, соны жалғастырып игеріп алып кету керек деп. Бұл Абайдың да сөзі ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Шынымен де қазір мысалға енді мамандық таңдамайтын болса, сіздер жұмыссыз қаласыздар ғой десе де, айтыңыздаршы, видеограф секілді түрлі мамандықтар бар. SMM менеджер дейміз ба, таргетолог дейміз ба, мысалға мамандықтар бар, дипломды қажет етпейтін. 4 жыл оқу ұзақ уақыт па? Жоғарғы оқу орындарында. Жоқ, тағы мысал айтайын. Мысалы осында бізде Иманбек дейтін бір бала бар. Иә. Иманбек дейтін бала бар, да? Гремий алып отырған бала. Иә, сол немен үйренді мысалы? Компьютер қарады да, екі қарады да үйреніп алды, содан гремий алып отыр содан. Білдіңіз ба? Ал адамның жағы өзінің талантына, ынтасына байланысты. Сол ешқандай консерватор бітірген жоқ қой сол бала мысалы. Сол нотаға жазу білемін. Білмейді. Ол білмеуі де мүмкін. Ал оның не керегі бар оған нотаның? Білдіңіз ба? Сіз жалғыздың мәселесін айтып тұрсыз ғой, бұл жерде елдің барлығы Иманбек сияқты боламайды ғой. Бері қараңыз, оның да дұрыс. Бірақ соны жалғызда үлгі болады. Білдіңіз ба? Жаңағы не қылады, өңкөлінен дейді. Абайдың өзі айтады. Өңкен өлдің не керегі бар? Аслы единица болу керек қой. А единица болу үшін міндетті түрде диплом дейді, онда закон жоқ. Білдіңіз ба? Айбек мырза. Менің ойымша қазір енді 3 айлық, 6 айлық, 12 айлық курстар жетіп жатыр. Және практикалар көп. Және кез келген компанияға барсаң, сенің дипломыңа да қарамайды. Қазір дамып жатқан компания. Қарамайды қазір. Скиллдарыңа, жаңағы сенің жаңағы әрекеттеріне қарайды. Қолынан не келеді, соған қарайды. Менің ойымша түбінде сол мүмкін дәрігерлік пен мұғалімдік қана университетте қалатын шығар. Бірақ қалған мамандықтың бәрі университеттен де кетіп қалуы да мүмкін. Себебі дәрігерлік шынында да ол Түнде дегенде қанша уақыттан кейін? Жаңағы 2030-да ма? 5-10 жылда шығар. 5-10-15 жылда шығар. Зерттеулер бар. Тек қана курстар қалады деп ойлайсыз ғой? Қосып кетейін, біз зерттедік бұл мәселені. Шын мәнінде де жоғары білім саласында дүние жүзінде үлкен түбегейлі өзгеріс басталуда. Бірінші үлкен өзгеріс, бұл үлкен компаниялар Google тәрізді, Microsoft, Amazon, олар қазір өздерінің халықаралық квалификация жүйесін дамытып жатыр. Жоғары оқу орнынан шыққан адамдарды, түлектерді олар қабылдамайды қазір жұмысқа, қарамайды, яғни диплом бар ма, жоқ па. 1 жылдық, 1,5 жылдық, Айбек айтып кеткендей, кәсіби курстарды дамытып жатыр. Мысалы, LinkedIn-ді Microsoft сатып алды да, қазір неше түрлі 1000 курс беріп жатыр қазір. Жарты жылдық, 1 жылдық, яғни келесі 10-15 жылдың ішінде жоғары білім беру жүйесі өте қатты өзгереді, көресіздер. Мен айттым деп айтасыздар, сосын сөзімді берем, қатты өзгереді. Бірінші үлкен өзгеріс, енді Асқарақ айтқандай бір дағдыны қалыптастыру үшін адамға міндетті түрде жоғары оқу орнында 4 жыл, 5 жыл оқуға керек жоқ. Екінші үлкен өзгеріс, оқу мерзімі қысқарылады. Қазір қарасаңыздар, мысалы Астанада IT университеті ашылды, Астана IT университеті. Бакалаврдық, олардың бакалавриаттары 4 жыл емес, 3 жыл. Неге десеңіз, нарық күтпейді 4 жыл. 4 жыл өте ұзақ мерзім. Мысалы Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында әлем деген бағдарлама мектебі ашылды. 2 жылдың ішінде толыққанды бағдарламаны оқытып, нарыққа жібереді сізді. Бірақ 2 жылда күтпей, қазір квант деген мектеп ашылды. Атақта. 6 ай, 9 айда. Қай жақта бұл? Нұр-Сұлтан қаласында. Қазір мына Павлодарда ашылады, Алматыда ашылады, осындай мектептер. Яғни 1 жылдың ішінде диплом береді кәдімгідей. Диплом береді, бірақ бұл жоғары диплом емес. Жоғары білім емес, бұл нақты сізге енді жоғарғы оқу орындарының өзі биылдан бастап мемлекеттік дипломдар бермейді ғой. Жоғарғы оқу орнының өздерінің диплом. Осыны ескеріп алайықшы. Осының айырмашылығын түсіндіріп бере алатын адам бар ма араларыңызда? Мен түсіндіріп бере аламын. Айтыңызшы. Біріншіден, енді мына айтып өткендей автономия деген, яғни дербестік. Енді жоғары оқу орын мына бағдарламаның мазмұнын, бағдарламаның ішкі құрылымын өзі белгілейді. Және де өзі енді берген диплом, жоғары оқу орнының дипломы, мемлекеттік бір типтік стандарт диплом емес, ол осы жоғары оқу орнының сапасының белгісі ретінде көрінеді. Талас басылады ғой. Талас басылады, конкуренция басылады, бәсеке басылады. Міне нархоз, міне мен 3 жыл оқыттым ба, 4 жыл оқыттым ба, менің берген стандартым, менің берген дипломы, менің сапаның белгісімін. Осымен адам дұрыс жұмыс жасай алады, осымен оны қабылдайды жұмысшылар. Бұл біз ақырында мына Асқарақ айтып кеткендей, мына англосаксон жүйесіне көшіп жатырмыз ақырында. Яғни әр жоғары оқу орын, әр колледж, әр білім орталығы енді сапаға өз қағазымен жауап беретін болады. Маңызды мәселені талқылауды жарнамадан кейін жалғастырсақ.
айналып келген кезде біздің жаңағы айтып отқанымыз сол келіп отыр ғой. Мысалға жаңағы бір қысқа мерзімді курстар, оларда жаңағы оқыт деген қағаз береді, дипломдар айналып келген кезде сол заман келді. Бір сөзбен айтқан кезде. Яғни жоғары оқу орындар осындай бәсекеге дайын ба, дайын емес пе, үлкен сұрақ. Онда Атластың жұмысы қандай қазір? Атлас не істейді? Енді Атласты маңыздылығы неліктен? Бұл үшінші мәселе. Үшінші мәселе бұл Асқар ағамыздың айтып кеткен мәселе, ата-аналарда, жоғары сынып оқушыларында, түлектерде, талапкерлерде қарапайым, қолданбалы, түсінікті бір ақпараттық құрал жоқ. Мінекей, көрермендерімізге осындай бір сұрақ сұрайық. Сіз қазір еңбек нарығын түсінесіз бе? Сіздің балаңыз мына 11-ші қазір кеше ғана құттықтадық қой түлектерді, бітірдіңіз, шықтыңыз еңбек нарығына. Не істейсіз енді? Еңбек нарығына түсінетін бір құрал жоқ. Сондықтан Атласты біз 3 жылдың ішінде жасақтап, пысықтап, былтыр бітірдік. Енді әр адам Қазақстандағы еңбек.kz деген сайтқа кіріп, Қазақстандағы еңбек нарығында 5-7 еңбек.kz деген сайтында жаңа мамандықтар атласы деген арнайы 3 тілде, қазақ, орыс, ағылшын тілінде Қазақстан еңбек нарығындағы келесі 5-10 жылда қандай жаңа мамандықтар пайда болады? 239 жаңа мамандық, 95 өзгеріп жатқан мамандық, Асқар ағамыз айтып кеткендей, және 129 өліп жатқан мамандық. Яғни келесі 5-7 жылда өлетін мамандық. Неліктен, негізгі принцип мамандықты таңдағанда сіз мемлекеттік тапсырысқа қарамаңыздар. Неге десеңіз, мемлекеттік тапсырыс қазіргі тапшылықты айқындайды. Яғни бұл биылғы тапшылықты айқындайды да, биыл осындай вакансиялар бар, осындай бос орындар бар. Бірақ талапкер неге қарау керек? Ол болашаққа қарау керек. Мен 4-5 жылда оқуымды тәмамдап, еңбек нарығына шыққанда қандай мамандықтар тапшылыққа ие болады, қандай мамандықтар сұранысты. Яғни Атластың негізгі көмегі, негізгі дәрмені мына қазіргі талапкерлерге келесі 5-7-10 жылда қалай еңбек нарығы өзгереді. Негізгі сұрақ. Жақсы. Мен саясаттың ой жалғастыра кетейін. Баяғыда біздің кезімізде мынандай психология болатын. Сен бір университет бітіресің, осы өмір бойы пенсияға шыққанша сонымен жүре бересің. Бір орында. Иә. Ол кезде совет одағы зарплатаң 100 теңге болар, 100 рубль, 110, сонымен жүресің әйтеуір. Бәрі бірдей деген сияқты, бәрі тамаша, бәрі ырза, бірақ түк істемейді ешқайсысы. Ал қазіргі заман өзгерді. Сіздің мамандығыңыз, сіз университет бітіріп, мысалда бәленбай үйрендіңіз. Онда сіз кішкене, менің сөзімді кішкене былай бұрбақ кеттіңіз жағы. Университетке оқуға түсудің керегі жоқ деп айтты дедіңіз да? Олай емес. Егер сіз мысалы шын мәнінде скрипка ойнасаңыз мысалда, сұмдық консерв бітірсеңіз, ол сіз өмір бойы қалуыңыз мүмкін. Одан шынымен единстволар болады. Бірақ Иманбек ол емес, ол басқа. Ол скрипка ойнай алмайды ол. Ал енді негізінде жалпы қалып қалатын болсаңыз, бір университет бітірдіңіз, жарайды. Я болмаса курсты бітірдіңіз, содан кейін қалған жаңағы мамандықта сұранысы өзгере береді ғой. Соған байланысты сіз бейімделуіңіз керек. Бір жерде курс оқисыз, бір жерде өзіңіз оқисыз, бір жерде басқаласы деген сияқты. Білдіңіз ба? Мысалы кеше Zoom дейтін бар, мысалы Zoom дейтін. Осыдан 2 жыл бір Zoom-ды ешкім білмейтін. Әшейін бір далада, әшейін бір кішкентай бір компания, оны бір ойлап тапты да, аны бір жігіттер әшейін өздері елігіп отыр жаза салды, программасы қалып қалған. Ал қазір мынау пандемия шықты, қазір Zoom дегені құдай салмасын, қазір Илон Маскадан кемес оны байлаған. Миллиардер болып кетті. Сондықтан сіз бұл жерде айта алмайсыз, ертең мысалы қандай жаңағы бірдеме қалып қалады деп. Онда айту қиын. Тіпті фантаст алыңыз. Мысалы баяғы фантаст Жюль Вернді алып қараңыз, Айзек Азимовты алып қараңыз. Бүкіл фантастың бәрін алып қараңызшы, не деп жазды деп. Олар жазғаны жаңағы басқа аралға барсақ екен, айға ұшып кетсек екен деген сияқты. Бірақ оны біреуі компьютер шығарып айтқан жоқ қой. Біреуі бір фантастиктің жазушыны айтыңызшы, мына компьютерден шығады, осындай революция жасайды деп. Ондай жоқ. Ондай шығатын білмеген. Сондықтан біз 10 жылдан кейін не шығатынын біз де білмейміз, ешкім де білмейді оның барлығын. Бірақ біз білетін нәрсе, адам ұмтылыс қылу керек, адам өзіне байланысты. Ойбай, анау ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мені сол айтты, абай айтады. Сол сияқты сіз ешкім сөзін тыңдай бермеңіз, оның керегі жоқ. Сіз өзіңіз қараңыз. Мысалы, мынау былай екен, мынау былай екен. Ертең осы болатын сияқты өзіңіз кішкене басы үйретіп, істеп былай тілі қылып көрсеңіз, Иманбектің несі мен ол мықты, мына Иманбекті мен қалай құрметтеймін? Өйткені ешкім қараған жоқ. Ешкім сөзіне қараған жоқ. Өзі үйде отырды да ғой, темір жолды қарап отырып, әшейін босқа темір жол білмейін деп, жаңағы компьютерден 1-2 үйреніп алды, болды. Білдіңіз ба? Бос отырмай үйрене беру керек, іздене беру керек. Іздену керек. Ешкім сөзін талаудың керегі жоқ. Сіз қараңыз, қазір не қарасаң, интернет дейтін мәселе, бүкіл дүние, ауылың не, қалаң не бәрібір. Үйренбейтін адамға мүмкіншілік өте көп.
Алыңыз да ерінбей соны қарап үйрене беріңіз. Қанатқа сөз беру керек. Иә, қазір мен 1 минут Қанат мырзаға ораламыз. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мына Zoom жоқ болды, соның арқасында пайда қалай миллиардер болып шықты деп. Сондай мына пандемияның кезінде миллиардер болған азаматтардың бір қасыңызда тұр, оң жағыңызда. Иә. Айбек осы пандемияның арқасында қателеспесек теңгемен миллиардер атанған азамат Forbes тізіміне кірді. Солай ғой. Zoom сияқты бір хабарлап таппасың ғой, сондай ма? Айбек мырза, жаңа толықтырамын деп едіңіз. Иә, мен Асқар ағаның ойын толықтырайын. Білім нарығы мен еңбек нарығында 4 құраушы бар менің ойымша. Бірінші ата-ана мен студенттер, екінші білім беру орындары, үшінші жұмыс берушілер және төртінші министрлік. Осының ішінде өкінішке орай тек қана жұмыс берушілер ғана гибкий. Себебі мен компания ретінде өзіме мықты адам жұмысқа алғым келеді. Ал ата-аналар жұмыс таба аласың ба сонда жұмыс адамды? Таба алмайсың ғой, сол себебі мына жақта 3 адам гибкий болмай тұр ғой. Яғни тез өзгеріске дайын емес. Мысалға, жаңа Асқар аға айтып отыр, сен өзіңді іздей бер, ол деген сөз гибкость қой, енді іздеп өзгер. Мысалы, бүгін физикаға келдің ба, болмай жатса астрономияға ауыс онда. Онда жаңағы соңында математикаға ауыс. Бұл жаңағы не жағынан, адам, ата-ана жағынан. Атлас мықты проект. Бірақ оны ата-ананың гибкості жаңағы түсінбей қалуы мүмкін. Бұл қалай? Дрондарды басқару деген 5 жылда қалай болады ол деген сияқты. Оны университет мүлдем дайын емес оған қазір. Біз қазір мына жақта әлі ақпарат технологияларды дұрыс оқытамай жатыр. Мына жақтан келіп дрондарды басқару деген мамандық пайда болайын деп тұр. Енді бұл анализ ғой, енді примерно ешкім білмейді негізі 5-10 жылда, бірақ анализдерге бәрібір сүйену керек. Менің ойымша. Мен бұнда жігітті неге миллиардер болған айтып кетейін. Бұның ең ақылдылығы дер кезінде математиканы тастап кетті. Бұл менің студенті болған бала. Алғашында маған келіп жүрді, қарап жүрді, сосын кейін ойлады, сосын мен жаңа кетіп қалдым бір жаққа, 1 жылға, 2 жылға. Сосын ойлады, кетіп қалды, бұл тастап кетті. Бұның ең ақылдылық нәрсе осы. Пандемияда емес. Әңгіме пандемияда емес. Бұның ақылдылығы вовремя дейді ғой жаңағы. Тастап кетті. Өйткені болмайтын нәрсе болса, сен неге басында ұрдың келеді? Мысалы, маған студент келеді. Ой, аға, мен бәлемай түгілмей. Әңгімесінің бәрі қияли да. Бірден мен әр жерден естіп алады, осыны болса келген бірдеңе нәрсе. Оның бір қияли әңгіме. Осы мен айтамын, бауырым, балам, мен саған есеп беремін. Мерзім 1 ай. 1 айда бірдемен шығамын, ары қарай сөйлесеміз. Шықпаймын, до свидания. Сіз менің басымды ұртпайсыз, мен сіздің басыңызды ұртпаймын. Ең дұрыс нәрсе осы. Білдіңіз ба? Адам белгілі бір уақытта бірден шешім қабылдау керек. Шешім қабылдау керек. Бұның мықтылығы шешім қабылдауында. Қанат мырза. Жаңа университеттердің өзгеру туралы айтып жатыр ғой. Негізі барлығы университет оқу керек деген шарт жоқ. Асқар ағамыз айтып кетті ғой. Бізде Қазақстанда өкінішке орай колледждердің деңгейі өте төмен, ол төмен қалып қойған. Көбісі негізі қазір университетте оқып жүрген студенттердің көбісі деңгейі ол колледждің деңгейі да. Колледжде оқу керек балалар. Бізде университетке көп грант бөлінеді да, халықтың барлығы, почти барлығы университетте оқиды. Сөйтіп университеттің деңгейін төмендетіп жіберген. Университет көбірек ғылыммен айналысу керек. Терең сол саламен айналысатын адамдар оқу керек та жалпы. Ал колледжде жаңағындай мамандық иесі болатын, тезірек жұмысқа кірісіп кетеді, кәсіпке кірісіп кетеді, сондай мамандықтарды оқыту керек. Жаңадан шығып жатқан тез ауысатын мамандықтар ол колледжде оқыту керек, және мерзім азырақ болады да. Және университеттер уже өзгеріп жатыр қазірдің өзінде. Мысалы, нархоз университеті 2 жыл оқытып, 2 жыл уже сразу практикаға кіріспекші. Сол сияқты өзінің биыл жаңа бағдарламасы шығып жатыр. Немесе университеттер мынандай нәрсе қосып жатыр, кейбір сабақтарын курстарға беріп жатыр нарықтағы. Мысалы айтады, IT-ге байланысты кейбір нелерді мына курс оқытсын дейді. Осыдан оқытып сертификатыңды алып келсең, бізге оқыды деп жарайды дейді. Ол әлемде бар практика. Курсерадан нелерден оқып алып, мен мына университетте оқыдым деп айта алады да, белгілі бір кредиттерін жаптым деп айтады. Сол сияқты ол да университетте оқу мерзімін азайтады, тезірек нарыққа араласуға да жаңағы. Мысалы, жаңа айттыңыз ғой, 2 жыл оқиды, сосын 2 жыл практика деп. Бұл қалай сонда нархозда? Енді енгізбекші осы бағдарламаны мен жақында сөйлескен кезімде. Олар бізде көбінесе 4 жыл теория оқи береді. Практика деген ең соңғы 4-ші семестр, 4-ші тоқсанда соңғы семестрде деген сияқты. А оны олар көбірек уже неге айналатын? Белгілі бір кәсіптермен не жасап, сотрудничество жасайды да, сонымен әріптестік жасап. Қанат мырза, сіздер енді балаларды жоғарғы оқу орнына, сіздер де балалар жоғарғы оқу орнына дайындайсыздар, иә? Біздің балаларды алайықшы, мысалға, бала оқуды бітірді, ұбт-ға дайындалады. Олар біздің балалары, қазақтың балалары мамандықты қалай таңдайды? Мен енді бұған байланысты. Әке-шешесі айта ма, өз таңдайды ма, жоқ орта ма, арманы ма? Біз қазіргі балалар қалай таңдап жүр? Біз енді мен тура сол саланың дәл ортасындамын, ішіндемін. Мыңдаған оқушымен тікелей ата-анасымен де сөйлесем. Бұлай 1-2 мысал айта кетейін. Мысалы, өткен жылы бір қызбен сөйлессек айтады.
мен университет бітіргеннен кейін күйеуге шығамын. Күйеуге шыққанда қайда шығатынын білмеймін. Сол үшін мұғалімдік таңдаймын. Кез келген жерде мұғалімдік бар дейді. Мысалға. Бұл логика. Иә. Негізінде бұл дұрыс логика, негізі ойлап қарасаңыз. Ол не жаман оның? Айтқым келгені, белгілі бір мамандықты жақсы көргендіктен емес, ситуацияға байланысты же. Немесе әртүрлі сәтке байланысты. Иә, біз айтсақ, мысалы, мына мамандық жақсы, болашағы зор, білмеймін жаңа не деп айтсаң, мамасы айтады, қой балам, біздің ауылда ондай мамандық жоқ, естігмегем дейді да, мысалы, солайынан қоя салады. Енді мен не үшін айтып жатырмын? Бізде ата-аналарда да, оқушыларда да білетін мамандықтар саны өте шектеулі. Білетіні қандай? Ол мұғалімдік, дәрігерлік, журналистика көріп жүрген жаңағы, әнші, жаңағы күйші болам деген сияқты телевизордан көріп жүрген мамандықтарын білет. Қалған мамандықтар туралы хабар жоқ. Біз үлкендер айтамыз, жүрегін қалаған, жақсы көретін мамандығын таңда дейміз да, бірақ бала бірінші ол туралы ақпарат болмайынша, білмейінше оны жақсы көре алмайды. Даже білмейтін нәрсесін қалай жақсы көреді да ол. А бізде жаңа 97 білім беру тобы бар, оның білетіні 10-нан аспайды. Қалғаны просто қалғанда, то есть ол туралы хабар жоқ. Біз не істеп жатырық ЖО KZ ретінде, соларды көбірек ақпараттандыруға тырысып жатырық та. Мына мамандық бітірсең қай жерде жұмыс жасайсың, кім боласың, айлығы қандай болады. Даже біздің приложениеге кіріп көрсеңіз, қазіргі актуалды HeadHunter'да айлығы қандай, қай жерде жұмыс жасауға болады, қаяқтан жұмыс тауға болады, соның бәрін көрсетеміз да. Сол арқылы балада сәл түсінік қалыптассын деп. Кім бола алатын? Сіздерге мысалы міндетті түрде 11-ді 9-ды бітірген балалар бару керек пе? Жоқ әлде 5-ші 6-шы сыныпта жүрген балаларды не істеуге болады? Оларға қалай мамандық таңдауға көмектесуге болады? Енді негізінде бұны мемлекет қолға алу керек нәрсе ғой, кәсіптік бағдар деген. Бірақ біздің жасап жатқанымыз көбірек жоғары сынып оқушыларына арналған. Ал бірақ мемлекеттің қазір жасалып жатқан кәсіптік бағдарын примерін айтайын сізге. Бізде облыстық білім департаментінен тендер жарияланады, біреу ұтып алады, сосын оны мектептерге мәжбүрлі түрде жаңағы тест таратып, несін отчетін шығарады да, акиматқа отчетін береді. Сонымен кәсіптік бағдар болды деп санайды да. Балалар қатысы жоқ, ана жақта не болғанын білмейді даже. Мына жақта тек отчет берсе болды, соны біз кәсіптік бағдар деп санаймыз. Қазіргі өтіп жатқан кәсіптік бағдар сол бізде. Саясат мырза, қаланың балалары жақсы біледі, қай мамандық таңдау керек, қалай таңдау керек, қайда бару керек деген. Ауылдың балаларын не істейміз? Ауылдың баласы. Бізде жаңа Нұрсұлтанның өзімен ғаламтордық байланысы өте қиын болып тұр, көрдіңіздер. Не істеуге болады бұндай кезде? Біз қазір үлкен бір ұсыныс дайындап жатырмыз білім және ғылым министрлігіне, жүйелі кешенді кәсіби бағыттау жұмысын қалай атқаруға болады. Ақпараттандыру негізгі бағыты, оның ішінде ақпараттандыру. Сол ұсыныс қазіргі жағдайда, дәл қазіргі жағдайда ауылдың балаларын не істеуге болады? Келесі жылғы балалар, одан кейінгі балалар мамандық қалай таңдау керек? Оларға не істейсіздер? Сол еңбек KZ-ге кіріп қарау керек пе? Ойындар арқылы. Қазіргі таңда ауылға интернет жүйелі түрде қиын. Бірақ бәрінің қолында не бар? Ұялы телефон бар. Біз қазір мына Атластың ұялы мобильді версиясын жасап шықтық. Соны кішігірім ойындар арқылы, өте қарапайым арқылы. Мен мына осы мамандық таңдасам кім болам, не болам, қандай мүмкіндігі бар өмірде, қайда бара алам, жалақым қалай болады? Мына ЖО KZ-тің қазір атқарып жатқан жұмыстары өте керемет жұмыстар. Тағы да бір нәрсе айтып кетейін, біз арнайы зерттеу жүргіздік. Дәл сіздің сұрағыңыз қалай таңдайды? 25-24 жасқа дейін Қазақстанда 74-75% шешімдерді ата-аналар қабылдайды, өкінішке орай. Яғни оның ішінде мамандық таңдау да бар. Яғни негізгі шешімдерді қай мектепте оқисың, қай мамандық таңдайсың, қайда барасың, кімге үйленесің, кімге тұрмысқа шығасың. Өкінішке орай 25 жасқа дейін 74-75% жағдайларда ата-аналар шешеді. Сондықтан біздің негізгі бағытымыз ол ата-аналардың сауаттылығын ашу. Ақпараттарды беруіміз керек. Біз қазір неше түрлі құралдарды жасап жатырмыз. Ойын арқылы, осындай мобильді қосымшалар арқылы. Ойын арқылы қалай мамандық таңдайды? Таңдайды. Балаға қызықты болу керек. Яғни мысалы ойын арқылы негізгі қазір оқыту. Қай балалардың ойын айтып отырсыз? Жаңа 11-ші сыныптағы балалардың ойыны ма? Жоқ. Кішкентай балалар болсын, оларға ақпарат беру, ақырында мынандай мамандық бар, мына мамандық емес, болашақта осындай пәлелер шығады дегендей ойын арқылы ақырында ақпарат жеткізу. Мамандық таңдағысы келген азаматтар еңбек KZ сайтына, жоғарғы оқу орындарының атласы, мамандықтардың атласына кіріп, өздеріңіз қандай елде мамандықтар бар екен, қандай мамандықтардың жойылатынын болашақта біліп көре аласыздар. Осыны бір көрерменге тағы да бір айтып кеткім келеді. Аға, Асқар мырза, енді мына бір сұрақ қояйыншы сізге. Өте маңызды сұрақ. Мысалға 5-ші сыныптағы баламыз бар делік. 6-ші сыныптағы баламыз, 7-ші сыныптағы баламыз. Ол
әнші болғысы келеді, суретші болғысы келеді дейік, бір өнерге барғысы келеді. Ал біз не істейміз қазақтар? Баламыз кәсіпке үйреткіміз келеді. Мысалға қазір енді 21-ші ғасырда бәріміз солай ғой. Мысалға баламыз кәсіп үйренсе екен, бір талаптанса екен деп. Егер ол енді ол арманынан бас тартқызу үшін не істеуге болады? Жоқ әлде сол таңдауыңда қал, осы мен айтқан жолмен жүрдеуіміз керек па? Жоқ әлде өз жолмен жіберген дұрыс па? Біріншіден, әнші болу дегеннің несі жаман? Мен тіпті айтар едім, мысалы егер мектепте сабақ оқытатын болса, 2 сабақты бір шоң қою керек деп. Жай мектептерде. Бірінші дене шынықтыру, екінші ән сабағы. Неге деңіз? Мен мысалы шетелде көп жүрдім. Сонда кейде ән айтам. Мысалы теңізден қашып жүргенде ән айтам, айқайлап тұрып айтам, маңгерді айтам жаңағы. Айқайлап тұрып айтам, толқын естілмейді ғой бәрі де. Бірақ одан басқа ән айта алмаймын. Өйткені маған ешкім үйреткен жоқ. Білесіз ба? Біздің кезімізде Бұрхан дейтін ағамыз болды, сол үйретті. Туған жер қанына көркем мөлдіреген деген. Соны үйреніп алып, басқаны білмеймін. Мен өкінемін. Екінші, жұртым ғана ойлайды, футбол ойнайды, доп беріп қойсаң бере бер дейді. Ол дұрыс емес. Ол балдардың көбісі қазір футбол ойнамайды. Оның ережесін де білмейді оның. Соны жөндеп қоятын болсаңыз, алдымен менің ойымша, бірінші дене шынықтыру керек. Соны жөндеп үйретіңіз. Екіншіден ән үйрету керек. Ән сабағы деген болған. Мен көрдім осында жаңағы балдар барды ғой, бір қалтыршық болды мұғалімі. Жаңағы бір өлең жаттатып қоя ма, бір демеғі, ол не керегі бар өлеңді жаттатып оның. Сіз одан ән үйретіңіз, кәдімгі бір екі әнді үйретіңіз, ән үйретпейді ештеме. Мүмкін қатысы жоқ, жаңағы біреудің биографиясын жаздыртып қояды, бір ақындардың оның немене керегі бар. Мысалы да, я болмаса домбыра үйретеді, құшақ болды. Домбырасын күнде құшақтап алып барам, сол күні сабақ болмай қалады. Ертең келесің, ойбай, ала ұрып қалады. 3 күн алып келесің, тағы бірдеңе болып қалады. Сол домбыраны құшақтап автобуспен жүресің бе, содан кейін бала шаршайтып қойды, құрсын деп қоя салады. Мінекей, сондықтан ән сабағын қалторасыз өткізу керек. Ән үйрету керек. Мінекей, менің ойымша ең бірінші керек нәрсе осы. Ал екінші мәселе, ол профессия кәсіпке айналдыру керек пе, керек емес па? Міне сол ғой. Иә, ән дейтін математика сияқты нәрсе. Мысалы, мына бала математика кәсіпке айналдырған жоқ. Сольфеджиосы бар, гармониясы бар. Иә, гармониясы қала берсе, онда тұрған не бар? Мысалы, мынаның жетістікке жеткен себебі математиканың оқығандығында. Логикасы дұрыс бұның. Бұл бәрін біледі. Ал ол формуланы білу керек дейтін міндет емес қой. Әнші бол деген сөз міндетті түрде нотаны жақсылап айт деген сөз емес қой. Ол оның қатысы жоқ ешқандай. Білдіңіз ба? Сондықтан мына біздің балдардың жаңағы әншілермен жаңағы тамадаға жаңағы ұмтылатын себебі телевизор ашып қараңыз. Бәрі солар. Бір әнші кеше шықты. Бізде өңкей әншілер, өңкей премияның бәрін алдырда жатады. Өңкей отатта жатады. Білдіңіз ба? Басқа адам жоқ сияқты көрінеді. Мысалы, жаңа мына жігіт айтып кетті, жаңа химиялық инженерия дейді мысалы. Қазақ ең керек мамандық осы мысалы да. Бірақ ешкім білмейді оны. Өйткені ол туралы ешқандай насихатта жоқ. Телевизорда еш уақытта ештеңе оны айтпайды. Оны ешкім білмейді. Ол туралы журналда ештеңе де жоқ. Баяғыда білім желмек деген журнал болатын біздің кезімізде. Жақсақ журнал, ғылыми техникалық. Сол журнал жоқ қазір мысалы да. Оның орнына бір жақсы журнал шығыпты, ойлан дейтін. Керемет журнал енді. Ал енді осыған қанша адам жазылады дегенсіз қазақтан? Қазақтан жазылатын жоқ екен ондай. Бір 2000 дедім, құдай салмасын. Оны өзі тегін береді екен. Ал орысшаңыз келеді, бір 10 ба 20 мың болады екен. Ал егер осыған кірсеңіз, ойлан дейді журналға. Ішінде мен ұнағаны бір жақсы балдар шығады. Осы жақта бір бала болу керек, ақылы бір балдар. Білдіңіз ба? Өйткені ішінде материал өте тамашаланған. Қазақшада, орысшада, сөйлетуде, формуласы бәрі дұрыс. Ал біздің қазақтың жаңағы ғылыми бірдеме айтатын болса, көбісі қиял әңгіме айтып кетеді жаңағы. Хадистерді айтып кетеді, дінді айтып кетеді, философияны айтып кетеді да. А сіз оның орнына химияны үйретіңіз, биологияны үйретіңіз, физиканы үйретіңіз, нақты бірдеңе керек болатын. Нан табарлық, білдіңіз ба? Ал онда ештеме де жоқ. Әңгіме осында. Сондықтан менің ойымша тек қана бағдарламалау дейді, ол аздық қылады. Бұл жүйелі нәрсе. Ең мықты, ең бірінші кезекті нәрсе қазаққа менің білуімше ғылыми көпшілік әдебиет болу керек. Ол үшін ғылыми арнайы программа болу керек арнайы. Біз грант сияқты да. Онда ешкім жоқ біздің Қазақстанда. Қайда керісінше, осы ертең қарап тұрыңыз, 3 жылдан кейін проблема енді басталады. Мына 2003 жыл жұрттың латынға көшеді. Сонда көреміз. Қазір қазақтың тілінің өзінде әдебиеттен басқа ештеңе де жоқ. Ал 2003-тен кейін не болады мен білмеймін. Мен осыған былай кішкене қауіппен қараймын. Білдіңіз ба? Ол не болады мен білмеймін. Сондықтан бұларда біз ең басты мәселе істің парқын білу керек қой. Неден бастырып, неден бастырмайды деген сияқты. Соған келетін болсақ, біздің сияқтан тірлігіміз қисық-мисық. Сондықтан біздің нәтижеміз болмай жатыр. Біз қағаз жүзінде неше түрлі документ жасаймыз, неше түрлі концепция қабылдаймыз, неше түрлі жаңағы программа қыламыз, айналып келгенде бәрі әшейін далаға батады. Әңгіме осында. Мен ойымды айтып жіберейінші. Ауылда оқыдым 6 жыл, 5 жыл қалада оқыдым Дарын мектебінде. Осы 11 жыл оқыған кезде психолог деген кабинеттің мен ашық тұрған көрген жоқпын. Негізі 7000 ба мектеп бар ғой, 7,5 мың мектеп бар. Сол бір 7,5 мың мықты психолог, профориентолог деген керек та.
жаңағы Профориентолог. ғылыми еңбекті түсіндіріп беретін, мамандықтарды түсіндіріп беретін, бағыт бағдар жасайтын бір адам керек. Негізі ол әрине ата-анасы мұғалім болу керек қой, бірақ арнайы сол бір адамды отырғызу керек. Болмаса ана кабинеттерді алып тастау керек. Бірде-бір рет ашылған көрмегенмін сол кабинеттің. Жоқ, сен айтып отырмын ғой, тек қана психолог айтып отырмын ғой. Мамандық таңдауға жаңа біз ағамыз айтты ғой енді өзі оқи берсін қалағанын деп, иә? Әншілікті де, бишілікті де, бірақ айналып келген кезде соңында сол кәсібіне айналдыру керек пе, жоқ па деген сұрақ әлі жауапсыз қалып тұрған сияқты. Жоқ, жауапсыз емес. Айттық қой оның себебін. Сіз мынау мысалы ақпарат құралдарын тек қана әмен күйде бере бермеңіз. Арасы кеймен де беріңіз арасында. Мінекей осыны жасасаң, сен осындай бір жақсы тірлік боласың, осындай мәшине мінесің, осындай коттеджде тұрасың деген сияқты көрсету керек. Қызықтыру керек. Дәлел қызықтырмасақ не болады? Жас бала деген қызыл жасыл қызыға береді ғой бәрі де өңкей. Білдіңіз бе? Әйтпесе бұл басқа оның мен қазақ мектебі мен орыс мектебінің ауыл баласы мен қала баласының мамандық таңдауда, ұбт-ға дайындалуда айырмашылықтар бар ма? Енді қазақ баласы ауыл мектебі ол жаңағыдай ақпараттарға, жаңа Асқар айтқандай үгіт насихаттарға аз, пиар жоқ. Тек қана жаңағы енді әншілік, тамадалық немесе ең танымал мамандықтарды ғана біледі. Ал жаңа қазаққа не керек, қазаққа қандай мамандық қазір керек, және 5 жыл, 10 жылда керегін білмейді. Орыс балаларды мүмкін бәрі білмеуі мүмкін, дегенмен ақпарат кішкене молырақ. Ресейден келеді оның барлығында. Ресейден келеді. Ресейден келеді. Өзімізде де мысалы дайындаған кезде бірінші қазақ орыс тілінде дайындап шығады. Сосын қазақ тіліне аударады дегендей. Яғни ұбт-ға дайындауда сондай проблема бар. Біз енді жаңа айттыңыз ғой, химия, инженерия мамандығы бар дедіңіздер, басқа да мамандықтар. Сол мамандықтар бізде оқыды деп, сол қалай оқытады, жақсы оқыта ма? Өз деңгейінде керемет бір мамандар дайындап шығара ала ма солар? Ол енді мәселенің екінші жағы, әрине университеттердің барлығы бізде керемет жақсы деңгейде деп айта алмаймыз. Ол санаулы, саусақпен санаулы университеттер бар. Әрине екінші жағы бізде жеткілікті дәрежеде жақсы оқыта алмайды. Оған байланысты да қазір министрліктің жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа кейбір университеттер жауып жатыр деген сияқты, немесе кейбір мамандықтар бойынша лицензиясын алып жатыр да, егер сапалы болмаған жағдайда да. Бізде мынандай тағы бір проблема бар үлкен. Жыл сайын жоғарғы оқу орындарының құны, білім құны қымбаттап бара жатыр. Мысалға оқуға, грантқа түсу басты мақсатқа айналуының бірден бір себебі сол шығар. Себебі мысалға бір грант, бір жылдық оқу ақысы 1 миллион теңгеден, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1 миллион теңгеден 1 миллион 600 мың теңгеге дейін барады. Кейбір, бұл енді орташа баға оның үстіне. Кейбір жоғарғы оқу орындарында 3 миллионға дейін барады мысалға. Біздегі жоғарғы оқу орындарының білімі сол миллиондарға сайма деген сұрақ қой. Мен айтайын. Мысал келтірейін тағы да. Мысал Хелибер дейтін осында мектеп бар. Соның оқу құнын қанша екенін білесіз ба? Мен сізге айтайын. 16 мың ақш доллары. Ол жылына емес. Ол 9 айға ғана. Сонда сіз есептеп бәл бір айға ғана білмеймін. 28 мың бастауыш, 35-36 мың ақш доллар. жоғары доллар. Жаңа университеттің 1 миллион жетпеңіз, доллармен қарасаңыз, Халиберіңіз анадан 10 есе жоғары. Әсе бірінші кластың оқушысына 10 есе жоғары. Сіз Халиберге түсе алмайсыз содан. Әдіңіз ба? Сонда жаңағы мынау, сондықтан сіздің жаңағы ақшасы аз ба көп па дейсіз сұрақ, оның бәрі де салыстырмалы сұрақ. Оның бәрі журналистика шен жаңағы штамптар барлығы да. 1 миллион деген негізі өзінің құны сондай. Мысалы айтайық. Мысалы жаңағы университетке жаңағы бір өкіметтің грант алатын болсаңыз, мысалы баяғы математикке бізге 200 мың береді екен. Мысалы мен СДО-да істедім, соны математика 200 мың грант өкіметтен алып, біз соған алдық. Өкіметтің ақшасы жеке университет, бірақ өкіметтен аламыз. Өйткені бір студент келсе, өзімен бірге 200 мың алып келеді. Ал шындығында оның жаңағы шығатын шығын 500 мыңнан кем болмайды, кем болмағанда. Мұғалім анау деген сияқты. Білдіңіз ба? Сосын кейін келді, кейін бізде математика жауып тастады мысалы. Неге? Өйткені айтты, жаңа ректорға айтты, бұл ақша келмейді бізге. Біз жекелеген бұл ақша келмейді. Біз одан да жаңағы юрист ашайық, немесе экономист ашайық. Оның құны жаңағы сіз айтқан жаңағы миллион жарым. Білдіңіз ба? Сондықтан егер оны салыстырып қарайтын болсаңыз, егер анау басқа шетелдің басқа салыстырсаңыз, ол түк көтермейтін әңгіме. Бірақ келісеміз бен, көп адамның жаңағы оған қаржысы жоқ, ақшасы жоқ. Оны қалай істеуге болады? Баяғыда былай болатын, біз совет одағы неге мақтайды? Оқу тегін дейді. Ақшаны тегін оқу іште де жоқ. Әңгіме сіздің жаңағы стипендияңыз кім төлейді? Өкімет төлей ма? Сіз осы алтаңнан төлейсіз бе? Жоқ, басқа біреу төлей ма? Мінеке әңгіме осында. Яғни, егер шын мықты мамандық болатын болса, ол қосымша берілетін ақша болу керек. Мысалы, сіз айтқан жаңағы миллион дейсіз мысалы теңгеде, шындығын айтайын, мысалы КБТУ-да мысалы, ол шынымен де ол ақшасы қымбат, миллион ба, миллион бірдеңе. Бірақ 300 мен сізге айтайын. Сол ақшасын төлеп отырған адам көп емес. Бір 5-6 оқып қалар. Мысалы, мен бір оқыған кезімде есімде бір миллиардердің баласы оқыды.
баяғы осы 3 миллиардер шықты ғой, құдай самас, соның баласы оқыды. Оның миллиардердің баласы екенін біз бірден білдік. Келгенде ана 2 ақырана келеді. Бір дию ана жерде тұрады. Мен айтамын, сен неғып тұрсың ана жерде? Мен ананы телохранительмін дейді. Білдіңіз ба? Біз бетке тұрмын. Неге сен сен мықты болса да ол біздің студент, іштеме шақта мен қуып жүретінмін. Білдіңіз ба? Сондай. Ал іс жүзіне келгенде, әр университет, мысалы КБТУ-да өзінің гранттары бар. Егер сен олимпиададан оссаң, конкурстан оссаң, басқа алсаң бірдеме. Сондықтан сіз аласыз да жаңағы бағасын аласыз да, соны дарылата бересіз. Шындығында ондай емес ол. Сондықтан мен оны жаңағы аса үлкен бір деп оны жаңағы айтып айтпаймын. Жақсы. Бағасының бір жаңағы бұл бір штам дедіңіз ғой, баға. Штам. Солай дейік. Ал оқу орнын қалай таңдау керек бала? Енді өзі біледі, бала айтып ғой, оған сіз ештеңе айта алмайсыз. Мен анау жақсы, мынау жақсы десем, ол реклама болып кетеді, және оған келмеуі мүмкін. Мысалы, біреу былай қылады, мен былай қылайын. Мысалы, жаңа бір университетке барады, бұнда бәленбай профессор істейді, сондықтан барамын дейді. Неге қоғамдық саяси ток-шоуында жарнама? Біз 5 минуттан кейін ораламыз. Бір ғана құралды айтып кетуші едім. Ол мына ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан даярланған рейтинг бар. Сол Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының сайтына кіріп, сол рейтинг тауып, жақсы жасалған, ол негізгі жұмыс берушілердің көзқарасымен жасалған рейтинг, дұрыс жасалған. Яғни кез келген жоғары оқу орнын жұмысқа тұрғызу, білім сапасы тұрғысынан жұмыс берушілер қалай бағалайды, сол рейтингке қарап, сонымен ол рейтингке мысалға қалай? Мысалға өзіңіз білесіздер, кен өндіру мекемелерінде мұнайшылар, вахталық жұмыстар, бізде қазір жастар қалай мысалға? Ондай жұмыс істегісі келмейді ғой. Мен қосылайын, жалпы айтқан кезде жоқ, ол Атамекен рейтингі, енді бізде соған сүйенеміз, негізі жақсы рейтинг. Жалпы бірақ мен оқушыларға былай айтар едім, 2 түрлі университет болады. Біреу ол бірінші курсқа түскеннен 4-ші курсқа дейін оқушы саны, студент саны азаятын университеттер бар, екіншісі көбейетіндер ол нашар университеттер. Өйткені мына жақтан оқи алмай қалғандар шығып, мына жаққа көбісі келеді да. Бастаған кезде 1000 оқушы болуы мүмкін, бітірген кезде 20 000 оқушы болады жаңағы неде да. Не үшін? Өйткені жаңағы двоечниктердің бәрін өтіріктен жаңағы өткізетін сондай университеттер. Екінші университеттер олар сапалы болған соң бәрі өте алмайды, құлайды, шығып кетеді. Ол сапалылығын білдіреді да, былайша айтқан кезде. Сондай, мен соған көбірек көңіл бөл деп айтар едім да. Ал егер нақты рейтингке сүйенетін болсақ, осы Атамекен рейтингіне үлкен сұрақ бар. Рейтинг дейсіз ғой. Мен мысалы сол рейтингке сенбеймін. Сол ғой мәселе. Иә. Мысалға айтайық. Мысалы біздің рейтингке келсеңіз, ең бірінші университет Казгу. Дұрыс па? Мен айттым жаңа, Казгуда бір дұрыстықта жоқ. Ол қалай бірінші болады? Сондықтан рейтинг деген сөздің өзі салыстырмалы нәрсе. Оның бәрі де кешіріңіз. Мысалы біреу шақырасыз дағы, осы ақтауға бір қыдыртасыз, анда бір қыдыртасыз, пара беру тек қана Қазақстан дейтін ол бос сөз. Пара берудің жөні көп оның да. Білдіңіз ба? Жақсы. Асқар мырза, мен келесі сұрақ сізге қоймай-ақ қояйын. Өйткені бұл сұрақ мүлдем сізге қатысы жоқ, бағытталмауы да тиіс. Мен Саясат мырза, Қанат мырза, қазір бізде жоғары оқу орнында оқуға түсу, ұбт-да осы коррупция деген мәселе бар ма? Шешілді ме? Жоялдық па? Мен айтайын, соңғы осы 1-2 жылда әлдеқайда бұрынғыдан жақсарды деп айта аламын ұбт-да. Бұрын енді қазір камерамен электронды неге өтті, жаңа компьютерлік форматқа өтті ұбт. Сол арқылы әр адамның өзінің бір камера, бір проктеринг жүйесі қадағалап отырады. Ол жерде белгілі бір тыйым салынған заттар қолданатын болса, сразу байқалады деген сияқты. Бұл әлдеқайда азайтты десек болады. Бұрынғыдан қарағанда өте қатты жақсарды. Оны неден білуге болады? Бірақ бәрібір бар ғой. Бар деп ойлаймын, бірақ мен ондай дәлелім жоқ, ешқандай мынақты мына адам деген. Оны қайдан көруге болады? 2019-дан 2020 жылдағы ұбт нәтижелерін қарайтын болсақ, көптеген мамандықтарға грантқа түсу балы 10-20 балға дейін төмендеп кетті. Бұрындары көбісі көшіріп өте жоғары бал алатын еді. 125-140 балды. Иә, солардың көбісі 100-90 балға дейін әлдеқайда төмендеп кетті да. Бұл білім сапасының төмендеп кеткендігі емес, көшірудің азайғандығы, өйткені білім сапасы примерно сондай еді да. Ол бір жылда қатты өзгерген. Мен қосып кетейін қысқаша. Шынымен де, Асқар, бір секунд. Шынымен де қазір білім соңғы 2 жылда ұлттық тестілеу орталығы автоматтандыру арқылы, мына прокторинг жүйелер енгізу арқылы коррупцияның деңгейін, парақорлықтың деңгейін түсірді. Мүлдем жойылды деп айта алмаймыз. Неге десеңіз, қазір негізгі парақорлықтың, коррупцияның қайнар көзі ол жоғары оқу орнына кіру емес, жоғары оқу орындарының ішінде қалды әлі. Неге? Бұл жүйелі мәселе, тағы да біз осы жүйелі қайнар көзін түбін түсінуіміз керек. Неге десеңіз,
бізде еңбек нарығына кіру үшін бірақ қана құжат керек, ол жоғары диплом. Мысалы, мына Асқар ағаның мысал келіп отырған англосаксон жүйелерінде ол жақта дипломмен сіз еңбек нарығына жұмысқа тұра алмайсыз. Ол жақта арнайы кәсіби квалификациялық емтихан тапсыруыңыз керек. Біз сол квалификациялық емтихан сертификацияларда яғни сол сатыға көшпегенше бізде әлі коррупция, парақорлық өкінішке орай қалады. Бірақ қазіргі таңда бұны салыстырған соңғы 2 жылда үлкен прогресс. ОБТ-да расымен де азайды, оны мойындауымыз керек қой. Енді мен сізге айтайын. Мен коррупцияның қандай екенін мен білмеймін, шынымды айтсам. Әңгіме көп қой. Мен бірақ оның шығарылуын жолын бірақ айтқам. Оның жолы оңай. Мысалы, ең көп жаңағы балдардың құлайтын мамандығы не десеңіз, мысалы, математиканың көбісі құлайды. Өйткені математика барлық жерде бар. Сол үшін, егер жаңағы бір мұғалімнің қысты бағаны қоймай қойды дейді, мысалы да, соны былай қылыңыз, Алматыда мысалы қанша университет бар? Бір құдай біле 20-30 университет бар. Содан бір комиссия құрыңыз ортақ. Ол қиын емес. Сөйтіңіз, айтыңыз, егер жаңағы бала бір арза болмаса баға, сол комиссияға келсін. Независимый комиссия ғой, тәуелсіз комиссия. Тапсырсын болды. Әңгіме бітті сонымен. Одан басқа ештеме жоқ. Бұл жерде әңгіме екі жақта. Кейде сөттің өзі қу болады. Қазір сөттің қу сөт өте көп. Мысалы 100 бала болса, соның бір 5-6 дұрыс болады да, ішіне бір кем дегенде 20 шақтысы бір заң қою болады. Білдіңіз бе? Ол өз емес қой, бір үйретеді, ана мына сондай. Сол қулар болады. Білдіңіз бе? Солар жаңағы ебін тауып взятка беруге тырысады. Ондайлар бар. Ал енді оны шешудің түрі менің ойымша бір комиссия құру керек. Мысалы математикадан ең көп ұсталатын сабақтар. Сосын тарих ең көп болатын сабақ. Ол барлық жерде бар мысалы да. Сосын тіл мысалы деген сияқты. Егер содан мысалы 3-4 комиссия құрып қойса әр қалада. Мысалы Алматыда, Астанада сол жетеді. Шымкентте мысалы ірі қалаларда. Сонда соған егер сөт ырза болмаса, соған келеді дағы анық шешімін алады. Көбінесе сөтті оқымайды. Мысалы әсіресе ол қазір осында көбейіп кетті. Қазір онлайн деген шықты ғой. Сіз мысалы 2 сағат лекция оқып айтып жатасыз. Аяқта студент не істейді? Ол ұйықтап жатыр ол. Аны қосып қойды да, сіз өзі ұйықтап жатады өзінің аяқта. Болмаса өзінің жұмысын істеп жүре береді. Сол ешқандай бақылау жасай алмайсыз сол жерде. Сіз полицей емессіз ғой, әрқайсысы қойып қоятын. Мысалы менің 100 студентім бар, қайсының бақылайсыз оның бәрінде. Сондықтан оның бәрі бос әурешілік. Сондықтан бұл жерде жаңағы коррупция болмайды дегенге ол сенім мүмкін емес. Өйткені олар келеді дағы емтихан тапсырады ғой. Мысалы сіз жаңағы бәрін тестке келтіре алмайсыз. Аны көшіреді бірінен бірі. Қазір елге проблема онда емес, елге проблема көшіруде. Сыпырады көшіреді бәрі де. Көрдіңіз бе? Бізде биыл ОБТ қандай өзгешеліктер бар, соны тоқталып өтсеңіз. ОБТ деген негізі 2004-те пайда болды. Сонда 15 жыл бойы орташа статистиканы алсаңыз, соңғы 2 жылдан қарағанда әлдеқайда жоғары. Оны Қанат мырза күшті айтты. Ол білім сапасы түсіп кеткендігі емес, нақты білім сапасының деңгейін көрсетті соңғы 2 жылдағы өзгеріс. Мысалға компьютерде отырасың, былай қимылдайсың ба, көшіріп жатыр деп есептейді. Төмен қарайсың ба, бәрін біліп отырады. Яғни компьютерлік полицей пайда болды ОБТ-да. Бұрын болған жоқ қой ол? Сол былтыр пайда болды. Былтыр жаңағы тестовый бастады, биыл сол деңгейде болып жатыр. Көзің кетсе бәрі қалды. Жоқ, қараңыз, Қытайдағы сияқты ғой. Мысалы Қытайда жаңағы Шыңжаңға барсаңыз, көрінген жерден сіздің түріңіз жүреді, бір айтады, мынаған баға беріп тұрады сізге. ОБТ солай болып жатыр. Сол сияқты болып отыр ғой. ОБТ солай болып жатыр. Ол деген сөз ОБТ-дағы коррупцияны 0-ге дейін түсіруге мүмкіндік беретін не? Бірақ енді бұл жерде әрине адам миы деген шексіз ғой, ойлап табуы мүмкін. Жоқ, ол енді 0-ге түсіре қоймас. Бірақ 0-ге түсірмесе де азайтып жатыр. Биыл өзгешеліктер, ерекшеліктерді айтыңызшы. Ерекшеліктер сол, мысалы бұрында қағазға бояп тапсыратын болса, қазір қағаз емес, барлығы сол компьютердің алдында, бір компьютер, сосын барып бірнеше рет тапсыруға мүмкіндік береді. Бұрында тек бір-ақ рет еді ғой. Қазір мысалға бірнеше рет мүмкіндік береді. Жаңа ақылы түрі бар, шатаспасам. Ақысы қымбат емес ол. Қымбат емес. Яғни сен бір рет түсірдің, жарайды, сенде психологиялық момент болды. Бір шаршап қалдың немесе бір ұрыс болды, бірақ сен тағы да мүмкіндігін 3 рет тапсырдыңыз, бірақ ең бірінші нәтиже жақсы болды делік, соны таңдауға бола ма? Бұл жерде ең үлкен нәтижені таңдауға болады. Бұл жерде халықаралық стандарттарға мысалы SAT-де де жылына білмеймін 7-8 рет тапсыра беруіңіз мүмкін да, көп рет тапсыра алыңыз. Сол неде? Өйткені ол кезде бір-ақ рет болатын болса, қатты балаға қысым түседі да. Бір моментте бүкіл тағдырын шешіп беруі мүмкін. Ол сөйтіп қарайды да. Негізі бүкіл тағдыр болмаса да, балаға сөйтіп көрінеді да. Оны қатты қорқады да одан. Сол үшін бұны жеңілдету үшін бірнеше рет тапсыру мүмкіндігін беру керек. Және бейіндік пәндерін ауыстыра алады да. Басқасын ауысы болмаса басқасын тапсырып көрейін деген сияқты. Және өзіне ұнаған нәтижесін бере алады да ол. Жаңа тек қана ең соңғысы там біреу ғана емес, қайсысы ұнады, мынау көбірек ұнады ма, басқасы ұнады ма, соны таңдай алады. Жалпы айтқан кезде дұрыс бағытта жұмыс жасалып жатыр деп ойлаймын. Әрине бұның тағы да дамытуға болатын жақтары көп. Менің ойымша мысалы SAT сияқты адаптивті тестілеуге өтуге болады. Өйткені ол қазіргі тестілеу көбірек шансқа байланысты десек болады. Өйткені математиканы алатын болсақ, математикадан көп деген тақырып бар, жаңа 5-тен 11 классқа дейін. Бірақ біз 35 сұрақпен сол бүкіл білімін анықтауға тырысамыз. Жақсы.
Саясат мырза, сізге соңғы сұрақ. Сіз қысқа нұсқа айтып беріңізші, біздегі ең қазіргі қажетсіз мамандықтар, осы биыл өліп қалған, келесі жыл жоқ болатын, сосын және осы мамандықтарға балаларыңызды беріңіздер, өкінбейсіздер деген. Мен мына болашақ тапшылыққа ие болатын, сұранысқа ие болатын мамандықтарға айтып кетейін. Ең үлкен бағыт әрине ақпараттық технологиялар. Қазіргі таңда цифрландыру бүкіл салаларға кіріп кетті. IT-дің ішінде 3 негізгі бағыт. Бірінші ақпаратпен жұмыс істеу, дата аналитика, дата инженерия, машиналық оқыту, мына жасанды интеллект ағамыз жек көретін. Бірақ осы мамандықтарға үлкен сұмдық сұраныс бар. Екінші кибер қауіпсіздік. Цифрландырудың негізгі үлкен нәтижесі ол кибер қылмыс. Осыны оқыған балалар жерде қалмайды. Үлкен сұраныс бар, сұмдық сұраныс бар. Үшіншісі коммуникация саласындағы инженерлер, неге десеңіз, ақпараттың көлемі қатты өсіп кетті, үлкен сұраныс, үлкен тапшылық. Маңызды мәселемізді талқылауды жарнамадан кейін жалғастырсақ. Екінші үлкен бағыт ол ұстаздық мінекейіңіз. Неге десеңіз, қазір педагогика қатты өзгеріп жатыр. Педагогикалық дизайн, геймификация, онлайн қашықтан оқыту принциптеріне көшкендіктен жаңа бір 10 шақты жаңа мамандық пайда болып жатыр. Үлкен тапшылық, үлкен сұраныс. Үшінші үлкен бағыт медицина саласында, әсіресе эпидемиология, генетика, мына микроағзалармен жұмыс істейтін бізде генетиктер, зерттеушілер өте аз екен. Тағы да бір екі бағытты айтып кетейін, ол алу шаруашылықта үлкен сұранық, әсіресе агрономия, селекция, генетика деген үлкен сұраныс қазір пайда болып жатыр. Ал нарықтан кетіп жатқан мамандықтар ол тез автоматтандыруға тез ұшыратын мамандықтар. Мысалы, учетчик, қоймашылар, табельщиктар, яғни бір нәрсені өлшеп, бірге қолмен істелетін жұмыстар. Бірақ толыққанды ақпаратты алу үшін біздің мына еңбек.kz деген сайтымызға кіріп, толық бүкіл сала бойынша, әр сала бойынша, әр мамандық бойынша қашан жұмыстан, қашан еңбектен кетеді, қалай қысқарылады, және де мына соңғы бір өте маңызды ақпарат, Айбектің сөзіне толық қосылам. Университеттер мен білім жүйесі осы өзгерістерге қалай бейімделеді. Біз қазір осы жылдан бастап колледждер деңгейінде 20 жаңа мамандықтар бастап жатырмыз. Сондықтан мына Атластың хабарлары, әлеуметтік желілерде сіздер бақылап жүріңіздер. Әр жыл сайын енді жаңа оқу бағдарламалар шығатын болады. Биыл біз 24 жаңа оқу бағдарламасын бастайтын боламыз. Осылардан хабар болыңыздар. Рахмет. Еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Айбек мырза, онлайн оқуды айтып қалдық қой жаңа. Онлайн оқу ОБТ-ның, сіздерде ОБТ-ны бір не дейді әге? ОБТ-ға дайындық. Дайындық. Қалай әсер етіп жатыр? Онлайн оқу, дәл осы ОБТ-ға. Біз мысалға ОБТ-ға дайындықты биыл бастадық курстарын. Биылдыққа біз жаңағыдай агрессивный не жасаған жоқпыз, пиар жасамадық. Соның өзінде бір 5%, 130 мыңға бала тапсырады ОБТ-ны жыл сайын. Соның бір 5% біз арқылы оқып отыр. Шамамен 6 мың, 7 мың бала. Онлайн оқи ма? Онлайн дайындалып жатыр. Көбіресе бір 70% ауылдың балалар. Интернеті жақсы балалар. Былтыр да онлайн болды ғой, Былтыр 4-інші тоқсан онлайн болды, бірақ біздің ол кезде ондай курстарымыз болмаған. Әсер еткен жоқ. Биыл енді біз нәтижесін осы ОБТ кезінен соңынан өзімізге анализ жасаймыз. Біздің зерттеуімізше 42% бала онлайнға бейімделе алады қазіргі заман. Бірақ қалған 58% бала өкінішке орай әлі онлайнға толық білімге әсер етті ме онлайн сіздердің есептеріңізше? Егер жаңа 42% бала бізбен оқып жатса, олар мықты нәтижеге қол жеткізеді. Ал қалған 58% бала бізбен оқып жатса, біз олардан үлкен нәтиже күте алмаймыз. Рахмет, қымбат, айта қойыңыз. Қоса кетсем, онлайн білім беруге байланысты. Бізде енді онлайн білім беру осы өткен жылы ғана, жылдың соңында ғана басталды ғой, жаңа пандемиядан басталды да. Біздегі онлайн білім беру ол кішкентай ғана әлі. Көбісі тек осылай болу керек екен ғана деп ойлайды да. Негізі менің ойымша алдағы 3-5 жылда қатты өзгереді деп ойлаймын. Біздің көрген жақсы нәтиже шықпай жатқан болса, қазіргі онлайн білім беруде бұл нашар екен, онлайн білімден бас тарту керек деген түсінік емес. Наоборот, бұны әрі қарай дамыту керек, көбірек өзгереді деп ойлаймын. Қатты өзгереді. Мүмкін қазір нарықтағы онлайн білім беріп жатқандардың көбісі жоқ болуы да мүмкін. Жақсы, бұл лобби болып кетуде мүмкін ғой. Жоқ, онлайн деген дұрыс қой негізінде. Ол мысалы мен сияқты жалқау мұғалімдерге өте жақсы мәселе. Үйде отырып алып. Үйде тұрғанда мысалы бір рет дайындап аласың жаңағы бәрі курстарын. Сосын аласың да жаңағы тираждай бересің болды. Бірақ сіз үйде отыра алмайсыз ау енді. Тақтайдың алдында тұрып, ең кереметі, ең дұрысы тақтаның алдында тұрып айту әңгіме. Мен айтырмын ғой, ең үлкен проблема университеттегі, мектептегі тақта. Мына соң онлайн электронды тақта емес, компьютер емес,
кәдімгі тақта, бұрынмен жазатын тақта болды, басқасының барлығы бос сөз. Өйткені ана тақтан тұрсаңыз, сізге жақсы ой келеді, жақсы қиял келеді, сіз баламен жақсы байланыс жасайсыз. Ал егер сіз ана телевизордың алдында тұрып айтсаңыз, сіз робот сияқты қабылдайды ол. Робот. Мен мысалы ана алдында қарап отырсам, мен 20 минут артық талай алмаймын ештеңімді. Ал мені хабарларды көрсем, бір 10 минут артық ешкім көре алмаймын. Мен ешқандай вообще фильм көрмеймін мысалы. Көре алмаймын өйткені қиын. Білдіңіз ба? Асқар аға, бір не қосайын. Сіздің айтып отырғаныңыз өте дұрыс қой. Бірақ бір кемшілігі офлайн мен онлайн айырмашылығын айтайын. Офлайндағы жаңа тақтан алдындағы мұғалім бүкіл оқушының қандай әрекет жасағанын қадағалай алмайды. Бірақ алгоритм компьютер data driven болатын болса, то есть кім не істегенін бәрін қадағалап, соған қажетті контентті бере алады да онлайн арқылы. Онлайн деген түсінік бізде мына басты мониторға салып қойсақ, онлайн екен деген ол қате түсінік. Бізде қашықтан оқыту мен онлайн. Қашықтан оқытуды біз сол онлайн деп санап жатырмыз да. Әрине солай салыстыратын болсақ, Асқар ағаның айтып отырғаны дұрыс, оны живой берген тиімдірек. А бірақ онлайнның өзінің артықшылықтары бар, ол көбірек мәлімет жинап, сол мәлімет негізінде әрі қарай білім ұсыну да. Мүмкін. Бірақ меніңше онлайн оқу мен офлайн оқудың айырмашылығы әнді фонограмма айтқан сияқты ғой. Фонограмма айтқан жақсы, тір айтқан жақсы ма? Болды әңгіме. Рахмет. Келесі эфирді онлайн, офлайн қарсы деп жазып жүрді олар. Асқар мырза, бір ауыз сөзбен түйіндеп берсеңіздер, әрқайсыңызға бір ауыз сөзбен айтсаңыздар, бүгінгі түлектерге, ертеңгі талапкерге қандай кеңес бересіз өзіңіз? Ақылды балдарға бастасын, соны мен бітірейін. Мен айтар едім, жаңа бүгінгі тақырып мамандық таңдау ғой. Мамандық таңдауға байланысты мен оқушыларға көбірек мамандыққа емес, дағдыға көңіл бөлу керек деп айтар едім. Өйткені дағдының да бір тарқатып түсіндіріп жүрсеңіз. Мен дағды дегеніміз қабілеттер. То есть белгілі бір қабілеттер ол әртүрлі мамандыққа сәйкес келе беруі мүмкін. Мен математикадан жақсы болсам, и финансист та болуым мүмкін, и математикте, и айтишник те болуым мүмкін. Менің маңызды ол аналитикалық ойлау қабілетім дейді да көбірек. Или сол есепке жүйрік болуым дейді да. Сол үшін дағдыға көңіл бөлу керек. Қазіргі заманда ең қажетті қандай дағдылар дейтін болсақ, менің ойымша ол біреуі жаңа нәрсені тез үйрену, адаптивтілік қабілеті деп айтар едім. Өйткені тез өзгеріп жатқан заманда жаңа нәрсені тез үйреніп алу, өз бетінше тез үйреніп алу қабілеті өте маңызды. Өйткені біздің үйренген, мектепте оқыған, университетте оқыған нәрселеріміз 5-10 жылдан кейін или 2-3 жылдан кейін керек емес болып қалуы мүмкін. Тез үйреніп кете алу керек біз. Рахмет. Саясат мырза. 3 қысқа ғана кеңес беруші едім. Біріншіден, мамандық таңдау сіздің өміріңіздегі ең маңызды шешімдердің біреуі. Неге десеңіз, бүкіл өміріңізді әсер ететін, сіздің өмірде табысты болуыңызды әсер ететін бір шешім. Сондықтан бұл шешімді неғұрлым мұқият, неғұрлым ақпарат жинап, неғұрлым адамдармен, көбірек адамдармен ақылдассаңыз, соғұрлым сізге жақсы пайдалы болады. Екінші, бұл шешімді ешкімге бермеңіздер. Менің тәтем айтыпты, әке шешем осындай кеңес берді. Мүмкіндігінше отырып, бүкіл ақпаратты жинақтап, бүкіл адамдармен ақылдасып. Үшіншісі, мына атласты жасадық біз, қанша терімізді төгіп, өте керемет бір нәрсе. Сіз биылғы тапсырыс, қазіргі нарықта жүрген мамандықтарға қарамаңыздар. Неге десеңіз, алдыңызда 4-5 жылдық білім алу саяхатыңыз бар. Сол саяхаттың соңында, яғни 4-5 жылда қалыптасатын сұранысқа бет бұруыңыз, сол шешімді солай қабылдауыңыз керек. Рахмет. Айбек мырза, сіз не айтасыз? Қазір енді ақпарат көп қой. Жаңа Асқар аға бағадан бері мақтап жатыр бұның жаңағы тез шешім қабылдағыштығында деп. Мен ойлаймын, ол қазіргі мамандарға, жас студенттерге осы тез шешімді қабылдай білу, тез өзгеріске дайын болу, және жаңа нәрселерді үйренуге бейімделу. Мен бұрын 11-ші сыныпта есімде әкем айтып еді, кім болсаң ол бош, біреудің ала жібін аттама, сосын адал болды. Осындай да тәрбиелік енді мағынасы болу керек деп ойлаймын, жалпы мамандық таңдағанда да. Сіздікі рухани жағы ғой. Жаңа бейімделу, жаңа нәрселерге, жаңа тез шешім қабылдай білу, және гибкий болу, өзгерістерге дайын болу. Себебі қазір адам өмірінің соңына дейін 4 мамандықты игеруі мүмкін. Жаңа Қанат мырза айтты ғой, дағдылар 10 мамандыққа да сай келуі мүмкін. Сондықтан соған дайын болу керек. Және қанша ақпарат шығып жатыр, соны оқу керек, зерттеу керек. Рахмет. Мына бала нағыз математиктің сөзін айтты. Білдіңіз бе? Ол мен ең алдымен ата-аналарға айтар едім. ОБТ дейтін, ОБТ-дағы ең көп жаңағы балдардың жүйкесін түсіретін ата-аналардың өздері. Күнде қарап, анау жаңағы. Олар ойлайды, ата-ана ОБТ-ны өтпесе, ертең дүние қараңғалатын сияқты. Бұл үлкен қате. Мен айтар едім, ОБТ-мен өмірі бітпейді. Бұл бір. Сондықтан ОБТ-ны өте алмай қалдым деп оған бір, бұл өмірдің алдындағы бірінші ғана сынақ. ОБТ деген жаңағы баланың психологының бұзығат, оның керек жоқ дейтін әңгіме бос сөз. Ол бәрібір емтихан тапсыру керек. Сондықтан бірінші жақтан мен барлықтарыңа табыс тілеймін, жақсылап өтіңіздер. Ал өте алмай қалсаңыз, оған қайғырып қажет жоқ. Екіншісі бар, үшіншісі бар деген сияқты. Ал не болсаң да, мен тілегім балдарға өздерінің жаңағы шын ұнайтын,
өздерінің кішкене осы дұрыстау деген сияқты мамандықтар қабылдаңдар. Ешкімнің сөзіне ере берудің қажеті жоқ. Сосын кейін барып жаңағы бағыт өзгергеннен кейін өзің көріп, одан кейін жаңағы нағыз шешімді қабылдайсың. Бәліктеріңе сәттілік. Рахмет, қымбат спикерлер, әдетте миллион төлесе де таба алмайтын мамансыздар. Барлықтарыңыз бүгін уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Ал талапкерлердің мамандығы кәсібі нәсібіне айналуына тілектеспіз. Негенің негізгі сұрақтарын қойған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық.